Сәлем құрметті көрермендер, бүгін сіздермен Қазақ Тренд каналы. Бүгін мен сіздерге Instagram аккаунтынан қалай көк галочканы алуға болады, сол туралы айтып өтетін болам. Бастамас бұрын каналға лайк, подписаться басып кетуді ұмытпаңыздар, достар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақ ретінде комментарийға жазып кетсеңіздер де болады. Ал демек Instagramға кіреміз, өзіміздің телефон арқылы профилімізге өтеміз. Және профилге өткеннен кейін мына жерде 3 кнопканы басамыз және настройка бөліміне өтеміз. Бұл жерден аккаунт деген бөлімді таңдап аламыз. Және мына жерде тұр запросить подтверждение деп. Сол кнопкаға өтеміз, сол жерде басып өтеміз. Және мына жерге бізге жаңа бет ашылды. Бұл бетте осы көк галочканы алуыңыз үшін, мына тұрған көк галочканы алуыңыз үшін мына жердегі сұрақтарға жауап беріп өтіңіз деп бізге айтып жатыр. Яғни имя деген жерге сіздің өзіңіздің төлқұжаттарыңыздағы атыңыз, яғни паспортта, жеке куәлігіңізде қандай жазылған болса, дәл соны жерге көшіріп жазасыз. Мына бірінші тұрған жері ол осы аккаунтыңыздың аты. Және мына жерге паспортыңыздағы толық аты жөніңіз, тип документ деген жерге мына жерге түрлі документтердің ұсыныс тастап қойған, қайсы документ болса соны таңдайсыз өзіңізге деп. Бізде паспорт болады, паспорт дегенді басамыз және мына жерге выбрать файл дегенді бассаңыз, мына жерде шығып тұр сделать фото деп. Егер де сізде паспортыңыз қолыңызда болса, осы сделать фото дегенді басып, телефонның камерасы арқылы суретке түсіріп салсаңыз болады. Немесе жоқ телефонымда бар дейтін болсаңыз, открыть фото дегенді бассаңыз, сіздің галереяңызды ашып береді. Сол галереяға өтіп, суретіңізді, фотоңызды, яғни паспортыңыздың бет жағын, тек бетін, артын емес, бет жағын суретке түсіріп саласыз. Және екінші шаг категория дейді. Категория деген жерге кіресіз. Категорияда өзіңіздің сол Instagram аккаунтыңызды не арқылы жүргізіп жатырсыз? Ойын ойнайсыздар ма, немесе модаға байланысты ма, әлде сіз жай блогер болып ашып жүрсіз ба? Немесе басқа болса, басқа деген кнопканы басып, келесі сұраққа жауап бересіз. Страна деген жерге өзіңіздің мемлекетіңіздің атын белгілейсіз, өзіміздің Қазақстанды белгілейсіз, және аудитория дегенге сіздің көрермендеріңіз неге қызығады, неге байланысты қызығады, соны жазасыз. Бұл міндетті емес, қаласаңыз жазыңыз, қаламасаңыз жазбаңыз. Жазсаңыз тек қана сізге ертерек осы көк галочканы беруі мүмкін. Келесі ссылка дейді. Бұл жерге ссылкаға сіздің Одноклассник болар, Twitter болар, TikTok болар, немесе YouTube каналдарыңыз болар. Сол жердегі аккаунттарыңызды осы жерге белгілеп өтесіз. Бұның бәрі міндетті емес. Мына аудиториядан бастап, мына қалған жерлердің барлығы міндетті емес. Тек осы аудиторияға дейінгісі барлығы міндетті. Міндетті түрде сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Ал мына жердегілер міндетті емес. Тек бұл бетті толтыратын болсаңыз, сізге осы көк галочканы ертерек беруі мүмкін. Егер болатын болса, YouTube каналдарыңыз, TikTok каналдарыңыз болатын болса, мына жерге социальный сет болса, социальный сет, немесе другие деген таңдайсыз. Және мына жерге дәл сол каналыңыздың, яғни ссылкасын қалай өтуге болады, сол өзінің ссылкасы болады, сол ссылкасын алып осы жерге қоясыздар. Және бұны бәрін толтырып болғаннан кейін мына жерде отправить деген кнопка жанады. Және ол кнопка жанғаннан кейін отправить деген кнопканы басасыздар. Бұл кемінде 1 аптадан бастап 4 аптаға дейін қаралымда болады. Сол аралықта сіздің осы аккаунтыңызды қарайды. Егер осының барлығы сәйкес келетін болса, сізге мына көк галочка береді. Бұл көк галочка енді сенімді аккаунт дегенді. Қарағандар үшін рахмет. Егер түсінбеген жерлеріңіз, немесе басқа сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Лайк, подписаться басып кетуді ұмытпаңыздар, достар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.